Салам, қалай жағдай? Мен Аслан Қаженов, және бұл спорт министрі YouTube каналы. Бұл жерде отандық спорттағы түйткілді мәселелерді, әсіресе ресми ақпарат құралдарында айтыла бермейтін проблемаларды көтеріп, оның шешілуіне тікелей мұрындық болғым келеді. Осы мақсатта дәл қазір Ислам Байрамуковпен сұхбаттасуға келе жатырмын. Жарайды, уақытыңды алып босқа басымды қатырмай-ақ қояйын сенің. Кеттік, бастаймыз. Ана жанып тұр ма? Жазылып отыр. Блогер баспасына блогер болған өңкей қиқым дейсіз ғой қазір заман. Біздің спортшыларымыздың проблемасы неде? Әйтеуір бір жыл жерге отырып алады да, сосын не үні шықпайды, не ештеңкесі шықпайды, әңгіме айтпайды. Еліміз шулады. Президентке дейін жетті ол әңгіме. Президент не істейді? Министр шақырады, дұрыс па? Мына не масқара отыр? Осы күнге дейін мына болмаған іс-шара дейді. Біз ешкім естімеген, бізге адам ұрды санамаған дейді. Бізде бар ма бір қозғалыс, қимыл қозғалыс, федерация бар, ұлттық олимпиадалық комитет, министрлік. Сапасын не баға бере алмайды. Күресуге бола ма онымен? Болады. Қалай күресуге болады? Қалай жеңуге болады? Ұят болу керек. Соны басқа білмеймін мен. Өз ауылында аймағында спорттық мектебіне мен соны басқа қылып қояды, сонымен мәз, сонымен базар. Сондықтан біздің осы мәселе бізде. Керемет, ішіне кірсең осы жарыстың несі ауасына кіріп кетесің ғой. Атмосфера ма кәдімгідей күрестің? Қай редакциясы да? Бізде YouTube-қа. Қазір білесіз ғой ана. Сүресіздер ғой, есі жүріп. Осылай әңгімелеп жүре береміз. Біз қазір Үшкемпірттің залында тұрмыз. Жекпе-жек сарайы Елордада. Бұл енді еліміз бойынша ең үлкені шығар, мыңдаған шаршы метр ғой мынаның ішінде. Кейбіреулер айтады, Азия чемпионаттарында осындай деңгейдегі некен саяқ кездесетін залдардың бірі деп, солай ма? Өте дұрыс. Көрдім, осы қазіргі заманның талабына сай өте керемет салынған екен. Өте қуанышты нәрсе, қуанышты дүние. Осы қолжетімді болып, осы өңірде тұратын балалар, осы қалада тұратын балалар келіп, жаттығу жасайтын қандай керемет. Бірінші рет келіп тұрсыз ба? Бірінші рет келіп тұрмын. Осы. Оны айтып отқан себебім, кезінде бір сұхбатыңызда айтып едіңіз ғой, 96 жылғы дайындық өтінде Олимпиадаға. Алматыда кинотеатрда кілемді жаямыз, дайындықтан кейін қайтып кілемді жинаймыз. Бізде солай болды енді ол кезде тәуелсіздік енді алған кездері сондай болды, жағдай сондай күйде дайындалдық, бірақ соның өзі де спортқа деген осы үлкен шыңды бағындыру, сондай үлкен мақсат қою үш болды. Жүріп жатыр. Мына тек қана жаттығу жасайтын жер мына жерде. Неше кілем бар? Жаттығу. Бес бірдей кілем төсеп саған. Керемет жақсы. Және ар жағында да кілемдер бар. Кто выиграл? Ережеп. Ой, мало. Ислам аға, сізбен кездесетін білгенде менің мынау достарым бар, әріптестерім бар, жалпы жігіттер бар, осы спорттың жанашырлары сұрап жатыр. Ислам Байрамуков қазір не істеп жүр, қайда жүр? Ислам Байрамуков қазір енді біріншіден осы жақын арада естіген жарыстар бүкіл Қазақстанға мәлімет болды. Мәдениет және спорт министрінің кеңесшісі болып тағайындалдым. Одан кейін өзім бір спорт клуб, өзіміздің атынан бір спорт клуб ашқан болатын. Соны Алматы қаласына, соны балалармен алысып, жұлысып, солар балаларға тәжірибемді беріп, ақыл кеңесін үйретіп жатырмын. Сол бағытта жұмыс істеп жатырмын. Қазір министрліктің жұмысына көңіліңіз тола ма спорт бағытындағы? Енді тікелей осы кішкентай уақыттың мерзіміне кірісіп едім, мен шын айтса ол кісінің несін көрдім. Ішінен көрдіңіз ғой жұмысын? Ішінен көрдім. Қалай екен? Ол кісіні қолынан келгенді жасап жатыр. Қолынан келген, мысалы, енді ол кісі өзі айтады, енді өзінен сұраңыздар, енді спорттан келген адам емес қой, бірақ сонда да түсіндіріп, барлық нелерін реттеп берсең, ол кісі дұрыс шешім қабылдайды. Бізде енді жершілдік, рушылдық, таныс-тамырлық деген мәселелер болды ғой бұған дейін. Ол әлі бар ма? Бар. Күресуге бола ма онымен? Болады. Қалай күресуге болады? Қалай жеңуге болады? Ұят болу керек. Соны басқа білмеймін. Кішкене адамның енді ұят болғаннан кейін сана сезімде болады ғой адамда. Баяғыдан біз кішкентайымыздан өсіп келе жатыр, ұят болады деген бір нәрсе бар ғой. Ұят болады, қойыңдар, ұят болады деп. Қой шуламаңдар бала кезде. Шуламаңдар, қонақтар келіп отыр, ұят болады. Мысалы, көрші біреу ауырып қалып дейді, шуламаңдар, ысқырмаңдар, доп теппеңдер деп, ұят болады деген. Ұят болады. Ол керемет нәрсе, керемет дүние ғой сол. Ақыл неге шақыратын.
тәртіпке шақыратын. Кеудеңізді былай істеген кезде ойлағам, мен келуім керек деп айтты. Менен басқа да жеткілікті ғой адамдар, енді біздің Құдайға шүкір адамдар бар, адам потенциалы көп. О, құрдастар, қалай? Қалай жүдей? Жақсы. Қалай? Көріп тұрмын сен, суреттен көрем, видеодан көрем. Ақтөбедесің ғой? Иә, Ақтөбеде. Жақсы. Үй іші, бала шаға. Аман есен, аман. Келіңдер, Алматыға қонаққа келіңдер. Обязательно келіп тұрамыз ғой. Болды. Жақсы, бала шаға бар ма? Бала шаға, иә. Өсіп жатыр ма? Немере бар уже. О, міне, немере бар дейді. Немере бар. Ой, бәрекелді. Алейкум. Қалай жағдай? Рад вас видеть. Взаимно вас тоже. Ассаламу алейкум. Алейкум. Всех вас приветствую. Бисол Тициев. Чемпион Европы, союзным чемпионом. 4 Кубка мира. 4 Кубка мира. 4. Рекорд за нами пока. Да. По кубкам. Да, бәрекелді. На все. Я рад тебя видеть. Взаимно, брат. Как дела? Всегда всем салам. Ақжол. Киік выходит. Давай. Жоқ, мына залға кірдіңіз ба кеше? Кірдіңіз ғой, награждение болған шығарсыз? Я кірдім. Керемет, ішіне кірсең осы жарыстың несі ауасына кіріп кетесің ғой. Атмосфера ма, кәдімгідей, күрестің. Соңғы кезде әлеуметтік желіде сіздің инстаграмда үнемі көреміз, жан ашыр болып, бір жан айқайыңыз жеткізіп жүрсіз ғой. Ауыр атлетиканы айтып отырмын мәселесін. Ауыр атлетика не болып жатыр қазір? Не болып ана жақта? Не болып жатқан еді? Сондай болып жатыр. Естуімше сол, мәселе сол. Алдында енді былай айтатын болсақ, қараңыздар. Осы көптеген жылдары бізде осы ауыр атлетиканың былықтары шықты көптеген. Елімізге абырой алып келген жоқ олар. Енді аттарын айтпай-ақ қояйын, белгілі біздің спортшыларымыз, азаматтарымыз, мысалы бүкіл әлемге нелері шығып, масқара болды дейінші, масқара болды. Шын айтсам, масқара болдық, нелері қателіктер өте көп. Мысалы, іс қозғалды, мысалы, одан кейін мынау допингпен, мысалы, егер сен келісім шартқа отырмасаң, мысалы, сенің допингің шығып кетеді екен, сондай әңгімелерді естідік. Бұларға ойыншық екен, адам тағдырын шеше салу ғойшы. Ол деген болмайды. Мен айтып отырмын, әкеден алған жұмыс емес бұл. Мен өздеріне айттым, сендер не бітіріп жүрсіңдер? Бұл ойыншыққа айналдырған өзіміздің елдегі спортқа жауаптыларды айтып отырсыз ғой? Иә. Сол ауыр атлетиканың айналымда болған сол федерацияның өкілдері, мысалы, аға бапкерлері, жаттықтырушылар ғой. Сондықтан мен ойлаймын, мен сол кезде былай қарадым, жиналыста қарағанда бүкіл еліміздің түкпір-түкпірінен өкілдері келді. Негізі солар ғой жұмыс, бұларға Талдықорғандағы жиында айтасыз ба? Иә. Бұларға жұмыс беріп жатқан солар ғой. Негізі олар балалар тәрбиемесе, баптамаса, бұларға кім келеді? Бұлар жұмыста болмайды ғой, мысалы. Федерация болсын, министрлікке болсын. Олар ол жеке менің нәрсем деп ойлай ма? Солай қабылдай ма? Олар сөйтсе, мен бір естіген, көрген нәрсемді айтайын мен сізге. Сол жиналыс отырған кезде, сол кезде облыстардың нелеріне өкілдері тұрып сөз сөйлеген кезде бүйтіп айтты. Осы күнге дейін мынау болмаған іс-шара дейді. Бізде ешкім естімеген, бізге адам құрылы санамаған дейді. Оған не дейсіздер? Бізде адам құрылы санамаған дейді ешқашан бұлар. Сөйтсе, олар ешкім тыңдамайды екен, естімейді екен. Енді өз бағытта өздерін білгендерін жасайды екен. Сондықтан. Сол кезде біз министр басқарып отырып бардық. Сол министр сол жаққа бару мәжбүр болды. Неге десең, оған дейін анау Александр Линдер деген дарғасып өзіне қол жұмсады, иә. Ол да сондай себеп болған екен. Оның алдында, сол Рионың алдында ма, онда сол Олимпиаданың алдында сондай бір допинг шығып кетіп, сөйтсе басқа жерден барып тексертсе таза екен. Ал керек болса не дейсіздер? Сол адам соның әсерін білдірген, енді білмеймін, қандай бір тағы бір деңгейлер себеп болған шығар, әне бір жинап, бірақ сол басы сол болған, содан басталған. Сондықтан енді еліміз шулады. Президентке дейін жетті ол әңгіме. Президент не істейді ол жерде? Министр шақырады, дұрыс па? Мынау не масқарап отыр? Реттеңдер, дұрыстаңдар деген ғой, бар. Шешіңдер, мәселе шешіңдер. Сөйтіп министр мәжбүр болды сол жерге баруға. Ананың бәрі бүкіл әңгімелер естігеніңізде, ол бір күннің әңгіме емес, бірталай 3-4 рет кездестік, соған барғанда сондай шешім қабылданды. Енді мынандай былықтарын тазалау үшін министр өзі кірісті. Солардың пікірлерін сұрады, бүкіл бәрі облыстар отырған адамдар. Қандайсыздар, қандай не қалайсыздар деген сөз солай айтты. Біз осылай біздің аға бапкерді өзіміз сайлайық. Сол жерде сайланды. Бәрі келісті. 17-тен 14-сі бәрі бірден қолдады. Енді одан кейін әлем чемпионатына басқа біреу бастап барады. Анау бас бапкер жұмыссыз жүр, ешкім хабарласпайды. Бұл жерде енді не болып тұр, бақ таласы болып тұр ғой енді.
Сонда мен ойлаймын, ол дұрыс емес. Мысалы, бірталай елдің, үлкен мемлекеттің министрі келіп тұр. Министр шешім қабылдады. Сол кісіге қарсы шығып жатқан, мен соны түсінбеймін. Бас мәселесі ғой, еліміздің туын жоғары көтеру. Болды. Соны ат салысып, бір ауызбіршілік келуге болады ғой енді, отырып. Әйтпесе, отырып әркім өзі мен бастықпын деп тұрса, көкіректі ұрып тұрса, қайда? Алысқа бармаймыз. Сондықтан біздің осы мәселе бізде. İslam'ın bu aklı ötmez bu ne biliyorsun be? Aynen öyle. Yaxşı, maşallah, sizden yaxşı git. Ayналсай. Ислам аға, біз қазір міне ел чемпионатында тұрмыз, бұл жылдың басты бәсекесі ғой, былай қарасаңыз. Ел біріншілігі 3 күрес түрінен олимпиадалық түрлері. Бірақ өкініштісі сол нөмірі 1-ші спортшыларымыз қатыспады деген ақпарат алдық. Неге? Ұлттық құрамадағы жігіттер қайда? Ол сұрақты соларға тікелей соларға беру керек еді, сол сұрақты. Бірақ әрине елімізде өтіп отқаннан кейін көптеген осы жақын арада әлем чемпионаты болды, жастар арасында әлем чемпионаты болды, оның алдында ересектердің арасында әлем чемпионаты болды. Ол жерде талай қатысты, бірақ мен ойлаймын, сол жақта жүлде алған адамды міндетті түрде босатуға болады. Бірақ қалғандары бәрі міндетті түрде күресу керек деп сондай мен пікір танысам, енді артығы болмас. Бәйгелеріндегі белдесуде жеңіске жетіп, Қазақстан чемпионатының қола жүлдесі. Бізде спортшылар тым тоқ емес пе қазір? Қалай? Тоқ емес пе, тым бір халықаралық жарыстан жүлде келсе, ақшаны үйіп төгеміз. Олимпиададағы сияқымыз, оның өзі мотивация бере алмай тұр ғой балаларға. Бүкіл жағдай жасалған, ақша бөлініп жатыр, қарастырылып жатыр. Міне инфраструктураны көріп тұрсыз өзіңіз. Қазір мемлекеттік қолдау да бар ғой, арнайы мемлекеттік дотация бөліп жатыр. Тегін келсін дейді балалар. Ешқандай ақша керек емес, тек қана келіп айналсын. Бұның нәтижесін біраз уақыттан кейін көреміз біз. Осының нәтижесі қазір жасалып жатқан жағдай бәрі де. Сіз айтасыз, мына спорт сарайы бар, одан кейін көптеген балалардың жағдайлары шешіліп жатыр. Ол жаман емес, жақсы дүние. Өйткені бұл деген басқа спорт түрлерін алып қарасаң, мысалы, ойындар, футбол болсын, басқа спорт түрлері, оларды одан да артық, 100 есе артық. Олар алып жатқан біздер 10%-ын алмайды. Мысалы, біздің палуандар, боксшылар. Сондықтан алып жатқан ол жақсы дәстүрге айналу керек. Ислам аға, біз енді мынау қазір қонақ үйдің кіреберісі ғой. Астана футболшылары, ұлттық құраманың футболшыларын қойып қойыпты. Бұл жерде негізі қалай ойлайсыз, кімдер тұру керек еді? Лайық па осы футболшылар тұруға осындай жерде? Енді футбол болсын, күрес болсын, басқа спорт түрлері болсын, ешқандай несі айырмаймыз. Енді бірақ футбол мүмкін бұл жерде осы жатақхананы басқарып отқан кісі футболшылар жақсы көрсе, бірақ футболшылармен бір келісім шарт бар ма? Олар мен естуім бойынша осында келіп не қылады екен, тоқтайды екен осы. Сондықтан солардың суреттерін салып қойған ғой. Бірақ сіз де тоқтадыңыз ғой осында. Енді оны енді ақпарат бөлмесі ол жұмыс істеу керек ол жағынан. Жақында енді естідіңіз ғой, Қазбек Исаевтың 100 миллиардтан астам ақша бөлінді деді. Басқа да анау, әсіресе Франциядан кейін масқара болдық қой. Футболымыздың беті ашылып, былықтар шығып жатты. Жалпы сіздің көзқарасыңыз қалай? Мен сізге бір айтатын нем бар. Өткенде бір Астана клубы бар, футболдан клубы. Сөйтсем, соның бір әңгіме барысында сұрап қалмаймын ба мен? Осы қайда бір көргім келіп тұр, сіздің базаңыз бар шығар енді, мекен жайыңыз. Соны барып көрейік, қалай жаттығады, қалай тынығады деймін. Футбол алаңдары қандай екен, қандай деңгейге, сапасы қандай екен сөйтсем, жоқ екен. Олар тіпті осы қанша 12 жыл болды ма? Жоқ екен. Клубтың несі, өз несі, мекен жайы жоқ екен. Оған не дейсіз? Сондай жағдай. Бізде елімізде тек қана алматылық Қайраттың несі бар екен. Бүкіл бағыда жағдайлар жазылған. Сосын қазір енді академиясы бар. Қайратта, Тобылда салыстырмалы түрде. Ал енді Астана біздің мақтанышымыз, қанша бюджет самұрықтан кетіп жатыр. Бұған дейін қанша ақша салынды, бірақ проблемалардың бәрі сода ғой, астынан қарау керек қой. Келі салмақ дәрежесіндегі финалда күрес өтіп. Бізде әлем чемпионы болмапты. Кеңес одағы кезінде еркін күрестен, тәуелсіздік алғаннан кейін де. Тіпті өзімізде әлем чемпионатын өткізгеннің өзінде нәтиже болмады. Біз енді соны күтті ғой көпшілігі. 2 күміс алды балалар. Менің ойымша сол кезде психология тұрғыда кішкене қиындау болды балаларға, сол жетіспеді психология тұрғыда. Енді психология тұрғыда адам бір атылып, сол деген бір соңғы секундқа дейін
намысты қолдан бермей соны тырысса кішкене болар еді, бірақ әттегене сол күміс медальмен тынышталып қалған сияқты сол кезде. Менің ойым, мен жеке пікірім деп айтайын. Сол әлем чемпионатымен осы биылғы өткен олимпиада ойындарымен күрес сонымен бітіп қалмайды ғой, ары қарай үміт бар, өсіп келе жатқан жастарымыз, жасөспірімдер аяқ алыстары жаман емес. Үмітті ақтай ма? Ол үшін енді бірдеңе жасау керек қой. Жасалып жатыр ма ол дүниелер? Бізде бар ма бір қозғалыс, қимыл қозғалыс, федерация бар? Ұлттық олимпиадалық комитет, министрлік, өңірлер бар, жұмыс жасалып жатыр ма? Енді сол бағана айтып келатсыздар, министр тарабынан, осы олимпиадалық орталығынан, одан федерациялар бар, атсалыспен жұмыс жасалып жатыр, бірақ оның сапасын ішінде болмай, мен сапасын баға бере алмаймын, айтсам. Сұрақты турасынан қоятын болсам, олигархтардың спортта басқаруы дұрыс па, дұрыс емес пе? Қалай ойлайсыз? Негізі бұл осы мысалы түрде нені айтайын, Ресейде осында алдында осындай не болған екен, проблемасы осындай. Содан кейін белгілі спортшылар, атақты даңқты спортшылармен кішкене нелері пікір таласы болғаннан кейін тікелей Ресейдің президенті араласып, олигархтар бүкіл нелерді алып тастаған ғой. Федерациялар тек қана сол спонсор ретінде сөйтіп қойған екен. Енді бұл жерде кейбір кезде әрине ол олигарх спорттан хабар болмаған, спорт түрінен хабар болған олигарх дейсіздер, сол бизнесмен келсе, оған міндетті түрде өзіне жақын бір адамды алады. Соның пікірін тыңдайды. Сосын ол адам болса, енді оның әрбір адамның сана сезіміне байланысты ғой. Ол алады да өзіне лайықты нәрсені жасата салады, болды. Қалғандарды естімейді. Сен болсаң, оның шаңына да бара алмайсың, ол кісінің белгілі себептермен. Біресе шетелде жүреді, біресе уақыт жоқ, сондықтан сол проблемамыз сода болып қалады бізде содан кейін. Қазір спорттың қаржыландыру жүйесі өзгертілді ғой, ранжирование дей ме, орыс тілінде. Соған бір қарсылық танытқан кездеріңіз болды. Ол дұрыс емес пе бұл? Дұрыс емес, бөлуге болмайды. Біз одан кейін басқа спорт түрінен ешқандай жетістіктер болмайды, одан бетер құрып кетеді ол. Кезінде бізде мысалы су добынан КСР-ның чемпиондары, Алматылық Динамо, қысқы хоккей, көптеген жетістіктер болды. Шаңғы тебу, жүзу. Қазіргі осы әлемдегі дамып жатқан қайтадан спорт түрлері, егер оларға бөлінбесе, бірдей бөліну керек, міндетті түрде. Спорт деген үлкен саясат, оның түбінде жатқан. Келесі балуандар шақырамыз. А кілеміне Нұрлан Бекжанов Нұрсұлтан және Дархан Есенғали Шымкент. Жек көрттің осыны? Ана жанып тұр ма? Жазылып жатыр уже. Блогер баспасына блогер болған өңкей қиқым дейсіз ғой қазір, заман. Телефонда, қазір телефон қолданады, сіздікі мынау. Керемет. Мамедқалиев Шыңғыс, Шығыс Қазақстан облысы. Исламағайын не? Сақалдар ғой, сұрайын дегенім. Кедергісі бар ма, жоқ па? Бұл күрестің қазір негізгі проблемасы сол ма? Енді халық не айтады? Көзде от жоқ дейді. Ол бапкерді тыңдамайды дейді. Рухани өзінің ұстаздары бар, соларды ғана тыңдайды деген сияқты. Ел мүлде проблема жоқ. Өйткені сақал деп отқан түсінбедім. Басқа елдер мысалға келтірдім, мысалы Дағыстан алып барасыз. Қаншама олимпиада чемпионы, мысалы Садулаев бар, анауысы бар, мынауысы бар. Бәрі дінде 5 уақыт намаз оқиды. Ешқандай кедергі жоқ. Керісінше намаз оқыған адам ол тәртіпті болады. Ешқандай ішімдікке берілмейді. Уақытысына келіп жатады, уақытысына тұрады, уақытысына жаттығуын жасайды. Ешкімге ешқандай жамандық тілемейді, не жамандық жасамайды. Тек қана өз жұмысын жасайды. Ел чемпионы Әлімхан Сыздықов, Шымкент қаласы.
Шымкентке бір медаль кетті. Кетті, иә. Қола ғой бұл да? Жоқ, алтын. Алтын ғой? Алтын. Соңғы белдесу ма? Соңғы белдесу алтын. А креміндегі белдесуде жеңіске жетіп, Қазақстан чемпионатының қола жүлдесіне ие болған Алматы қаласының балуаны Елдос Момбеков. Енді қырғыздарға келейік. Қырғызстанда не болды? Қалай дүмпу болды күресте? Оның жігіттері не жейді? Қалай дайындалады? Енді не жеп, не істеп жатқандар білмейміз енді, бірақ нелер жетістіктері жаман емес, жақсы. Осы әйелдердің арасында мысалы грек-рим күресінде топ жарды. Бірақ мен ылғи айтамын, оның алдында біздің палуандар топ жарып жатқан кезде олар әлдеқайда жоқ еді олар. Қазір сол уақытта олар әрине уақытты бос кетірмей, сол кезде олар жұмыс істеді, еңбек етті. Қазір соның жемісін көріп жатыр. Әрине біз де сөйтіп сол бағытта жұмыс істесек, әрине біздікілерде топ жарады ертең Олимпиада ойындарына, Олимпиада әлем чемпионаттарында. Ол деген мысалы мезгілмен келеді ғой әрбір нәрсе. Мен соны естідім, осындай аргументті. Енді ол деген алма кезек деген сияқты. Бір ел мықты болады. Бірақ бұл не емес пе? Өз-өзімізді жұбату ғана емес пе? Жоғалтып алмаймыз ба деймін ғой өзіміз. Ислам аға, сіз енді үнемі спортшылардың, спорт мамандарының жанашыры болып жүресіз. Енді бір қорғансыз дейді, жалтақтап. Байқаймыз енді бір заңды дұрыс білмейді, құқықтық қорғау өз-өзін. Бұл мәселені қалай реттеуге болады? Біздің спортшылар неге тығырыққа тіреледі? Жаңа лидердің өзі сондай жағдай ғой негізі. Мен сізге осы біздің спортшылардың осы мансап аяқталғаннан кейін ешкім керек емес мүмкін. Санаулы ғана адамдар, мысалы, қарым-қатынастар, мысалы, егер жақсы болып жатса, бір жұмысқа әйтеуір федерация ма, құрама командаға жұмысқа кіріп кетеді. Әлде болмаса бір өз ауылында, аймағында спорттық мектебіне мен соны бастық болады, сонымен мәз, сонымен базар. Жарайды, Олимпиада чемпионы болғаннан кейін ол енді міндетті түрде ол мысалы саяси тұрғыда, мысалы, партияға кіргізіп жібереді, партияның өкілі болады, андасылады, мындасылады, сол қалғандары қалып кетеді көбінесе. 100%-дан бір 10% орналасатын шығар, қалғандар сандалып кететіндер бар бұл дүниеде. Сондықтан бізде сол әлеуметтік түрде, сол заңды түрде сол мәселе бекіту керек. Спортшыларды егер мансап аяқталмай тұрып, олар дұрыс неге бағытқа салып, міндетті түрде оқытып, білім алып, жұмысқа салу керек. Кім айналысу керек онымен? Қоғам. Қоғам болғанда заңды түрде белгілеу керек. Бірақ оның былай да жасауға болады, айтпай-ақ жасауға болады. Бірақ мысалы министрлік бар, федерация бар, мысалы Олимпиада ұлттық комитеті бар. Солар бағдарлама жазып, сол бағдарламамен жұмыс істеп кету керек. Барлық жайылып кетпейтіндей. Ауыл аймақтарда мысалы жаттықтырушы жетпейді, спорт залда жетіспейді. Соларға жіберіңдер, жалақысын жасап көтеріңдер, беріңдер. Тек қана сол кезде көтереді. Бізде бар болып тұрған мысалы Нұр-Сұлтан мен Алматы, Шымкент, ары кетсе тағы бір қала қосылатын шығар. Бүкіл спорттық инфраструктура, нелер бәрі жағдай келетіндер. Қалғандары мен айтамын, былай жағдай. Біздің спортшыларымыздың проблемасы неде? Көбінесе біздің спортшылар әйтеуір бір жыл жерге отырып алады да, сосын не үні шықпайды, не ештеңкесі шықпайды, әңгіме айтпайды. Осындай бір сырттан, спорттан хабар жоқ адам келеді да, сонда бірден кетер ұйымдастырып алады да, соны спортшылар жинап алады. Сонда қайда айдап салса, сонда баратындар бар. Сонда енді тікелей бәрін айтып тұрған жоқ, бірақ мысал ретінде келтіріп отыр. Бақтияр Байсейітов, грек-римнан ұлттық құраманың бас бапкері, және ең соңғы әлем чемпионы болған осы азамат 1998 жылы. Содан кейін грек-римнан енді 20 неше жыл болды, 23 жыл ма? Медаль жоқ, алтын жоқ. Және еркін күрестен жоқ, болған да жоқ. Аңыз адамдар. Поздравляю. Құтты болсын. Санаев орын алды. Санаев күресіп жатыр, негізі сол туралы. Өзі мінекей. Санаев орын алды Олимпиададан. Елге келді. Қошемет. Біз енді қазақ халқы басымызға көтердік. Барынша қолдадық. Сияқысы енді беріліп жатыр мемлекет тарапынан. Мен бір жүрегім ауырғаны, ол алтта өз еліне барып, медальды
балаларға көрсетіп жатыр, кездесіп жатыр. Әлде біздің кемшілік па ол? Біз ұйымдастыра алмай жатырмыз. Біздің елімізді аралап жатыр. Бүкіл Ақтөбенің бүкіл түкпірін аралап шықты барлық елдерде. Біз ол дәстүрге айналған. Ол бүкіл бұл медаль не емес пе? Барлық жерге барса да көрсетуге ешқандай несі жоқ қой. Оның бағасы да несі түсірмейді. Жоқ, енді балаларға мотивация ғой, медальді көрсе. Олимпиаданың қола жүлдесі. Біздің елде де барып аралап көрсетір. Біраз аралады. Мен көрмедім, әлеуметтік желіде көрмедім. Әлде жарнамасы дұрыс емес пе? Біз ақпараттық жағынан. Жарнамасы мен көріп отырмын. Көрініп отырмын. Мысалы, Инстаграм желісінде көрсеңіз, ашып қарасаңыз, барып бүкіл нелерді, аймақтарды аралап шықты Ақтөбе облысында. Легионер керек пе бізге? Жоқ деп айтайын, неге десеңіз, енді әрине қазіргі біздің құрама командаларымызда енді қазір енді балалардың несі жаман емес. Шеттен тартпай-ақ өзімізде жеткілікті ма балалар? Әлем чемпионатында, олимпиадада орын алатын балалар тауып алуға болады ғой ауылдардан да? Шетелден алып келген балуанның мысалы бір артық ештеңкесі жоқ қой, қолы жоқ, артық қолы жоқ, аяғы жоқ. Сондықтан ол бәрі ол неге еңбек ету керек біріншіден. Көптеген жұмыс жасау керек. Талпыныс керек, жүректе бір не ұрып тұру керек, бір ұран. Сол ғой жеңіске жеткізетін. Талай көрдік қой бізбен де бір талай балдар оқыды, өте дарынды балдар. Өте дарынды. Міне осы келешекте олимпиада чемпионы болады, әлем чемпионы болады деген сондай үміт күтіп жүрген балдар талай ешқандай несіне мәресіне жете алмады, бәрі кетіп қалды. Біреу бір белгілі себептерден, мысалы, біреу ерте үйленіп кетті, біреу кішкене махаббатқа беріліп кетті, біреу ішімдікке беріліп кетті, біреу басқа нәрсеге беріліп кетті. Сондықтан жоқ болып кетті балдар. Ислам Байрамөкіповтің Қазақстан халқына, қазақ қоғамына қазіргі өкпесі бар ма негізі? Жоқ, Құдай сақтасын, жоқ. Мен ризамын, осы спорттың арқасында, осы елдің арқасында осындай биік неге жетістікке жеттім, танымал болдым. Әлі шейін несіге бір мысал айтайын, осы олимпиада ойындарына біз осы үлкен билбордтар салып қалада жайған болатын, бүкіл қалада, Алматыда ілген болатын. 6-да 9 бол, сондай үлкен керемет көрініс болды. Сол кезде бір кісі айтқан болатын маған. Соны көрді да, соны енді шын көңілмен барып ол кісіге көрсетемін ғой, мені көрдіңдер салып отырсың. Бұл не дейді қазір, ары кетсе 1-2 жыл болды, сендер ұмытады, ешкімге керек емес болып қаласыңдар дейді да. Соны ойланып қалдым, мынау бір жақсы әңгіме айтамын десем, сөйтсем мынау, жарайды дедім да. Міне қазіргі күні 21 жыл өтіпті. Қызығушылық одан бетер көбеймесе азайған жоқ. Қазақстан халқына, қазақ еліне тек алғысым шексіз. Құрмет үшін сондай үлкен құрмет бар. Барған жерінде айтыр, таниды, келеді, алғысын айтады, суретке түсеміз. Сұхбат алады дейсіз ғой. Кішкене балам аузына түкіріп берді, енді ырым ғой енді. Сондықтан жоқ, ешқандай болып жоқ. Сізге осында бір позитивті нотада, әйтпесе біраз мәселені айттық қой, біраз түйткілдерді қаузадық деген сияқты, осы бір позитивті. Келе жатқан мереке тойларыңыз бәрі құтты болсын, әрқашанда жеңіс күндеріміз көп болсын, еліміз тек қана жақсылық болсын, бейбітшілік болсын. Аман болыңыз, отбасыңа барлықты тек қана денсаулық тілеймін. Сізге де рахмет, Ислам аға, қолыңызды алып қояйын. Аман болыңыз. Аман есен жүре беріңіз. Көңіл аударыңызға көп сізге ұмытпайсыздар. Жақсы, сау болыңыз. Алла разы болсын. Сонымен достар, өздеріңіз естідіңіздер, көрдіңіздер, бағасын беріңіздер, осы видеоның астына пікір жазыңыздар және келесі кездескенше сау болыңыздар.